бірақ сахабаларын сақтандырды да. Сахабалардың ішіндегі білімділері, сауатты даналар алды сақтанып жүрді ол кісілерден. Ал білімсіз әркімге ере береді. За каждым пройдоха дейді ғой. Сол себепті шариғат бізге әр уақыт не істейді? Білім ал дейді. Әрине ең күшті ілім шариғат ілімі, ол аз дегендей заманыңа сәйкес, өскен ортаңа сәйкес қандай ілімдер керек, қандай мамандықтар, солардың да бәрін алу керекпіз. Жоқ, ой, мешітте анандай, мешіт, ой, субханалла. Мен айтамын олар, мықты болсаң, осы мешітке сәйкес келіп имам болып істеп көршісің, секіріп кетеді астағфирулла. Алдында ғана біреу сияқты, на казахский не понимаю, у меня родители казах, анау-мынау, я здесь жақсы, хочешь тебе на русском, и на русском не хочу дейді, астағфирулла. Демек, ол ағызбен ана мұсылман бауырымыз намазхан бір гнилой ниетпен келіп жүр. Сасық ниетпен келіп жүр. Бірақ ол сасық ниетін қай уақытта оятатынын бір Алла біледі. Бірақ та құрметті жамағат, Аллаға шүкір, біздерде мешіт саласында қызмет етіп жүрген ұстаздар болсын, имамдар болсын, біздерде Аллаға шүкір шамамыз келгенше ондай кісілерге шараларды соған сәйкес істейміз. Аллаға шүкір, бізге де ақыл беруші, біздің де консультанттарымыз, біздің әртүрлі дәрежеде консультанттарымыз, ақыл айтатын бауырларымыз бар. Ондай кісілерді, ондай тәртіпсіздік қылатын ждунов со всех мира дейді ғой, айтады, кейбіреулер ждун там европейского мира, ждун американского мира, ждун такого-то мира деген сияқты отырады да, ждун күтіп отыр олар. Олардың ниетінде Қазақстан емес. Олардың ниетінде анау Қазақстанның шекарасының ар жағында бір ұлт бар ма, бір мемлекет бар ма, или бір вербовщигі бар ма, ауызбилlah Құдай сақтасын. Солардың несін күтіп отырады да. Біз сондайлардан сақ болу керекпіз. Біз олардан сақ болмай, жоқ, намаз оқыдым, бәрі жақсы болды. Субханалла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық кезеңінде, меккелік, мединелік кезеңде, мен намаз оқыдым, мен соңғы пайғамбарым болды деп жатқан жоқ қой, рахаттанып. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың қасына әрбіріне үйретті ғой. Білмейтіндердің көзін ашуға тырысты ғой. Білмесеңдер білетіндерінен сұраңдар деді, итермеледі, өзі қасында жүрді. Қазіргі кезде мұсылмандар өкінішке орай не істейді? Болды, мен иман келтірдім дейді. Жоқ, сен иман келтіре бір. Иман келтірсең өзің үшін иман келтірдің. Намаз оқыдың ба, сен өзің үшін намаз оқыдың. Имам үшін, муфти үшін намаз оқыған жоқсың. Бірақ та әрман қарай, бұл өмірінде әрман қарай сынақтар болады. Ал егер сен бір сынақ болатын, сондай фитна қылатын, жамағаттың арасына іріткі салатын, жамағаттың ішіндегі имамдардың уағызына показательный игнор қылатын, пренебрежение қылатын, тәкаппарлық қылатын, дьявольский сущность бар адамдар болса, оларға барып айту керекпіз. Мен ұр демеймін. Ей, бауырым, успокойся де керекпіз. Или тебя успокоить дейсі керекпіз. Ты шыталсайш, мешітке келдің ба, мешіттегі айтылған аяттарды ұстаздың айтып уағызды тыңдай алмайды екенсің. Алла тағала сені бір күні тыңдаттырып қояды. Сондай бір жерге барасың, көзің мөлиіп отырасың. Көзің мөлиіп отырып, жалтаң-жалтаң отырып тыңдайтын боласың. Егер де қандай тәртіпсіздікті, бүлікті, мешіттердің имамдарын, мешіттердің ұстаздарына менсінбеушілік тәкаппарлық қылдың ба? Мандай бір ұғым бар, мандай бір не бар, әл-жазау мин жинсил амал дейді. Сен солай жазаланасың, сен басқа бір жерге барып түсесің, сенің үстінде бүйтіп тұрады біреулер, қолдарына бір затын ұстап алып, сен тұрасың алдында мөлиіп. Өйткені сен Алланың кәләміне қарсы шықтың. Алланың кәләмі айтылған, кәләмі шариф айтылған, Құран-ы Кәрім оқылған жерде сен тәкаппарлық қылдың. Я мен намаз оқимын, мен анандаймын, мен мынандаймын деп. Сенің оның барлығы шайтанның азғыруы. Сол себепті құрметті жамағат, ел боламыз десек, қазіргі кезде бесігіміз деген баяғыда бір ұғым бар. Дұрыс, ел боламыз десек бесігіміз деген ол да жақсы, ол өте күшті нәрсе. Бірақ жамағат боламыз десек, шын мәнді мемлекет боламыз десек, жамағатымызды түзеу керекпіз да. Жамағатымыздың арамызда сондай тыңдағысы келмейтін адамдар болса, бауырым, есік ашық тұр, әне. Тебе силой никто не заставил сюда зайти, деп айту керекпіз. Ұрмау керекпіз, бар, самосудқа. Шығып кетсейші. Не хочешь слушать? Гуляй деп керекпіз. Кім болса ма бол, сақал өсір, бала өсір, мана өсір, басқа өсір, Құдай сақтасын, мүйіз өсіріп кетсең де керек емес ол. Сен 10 жыл оқы, 20 жыл, 50 жыл намаз оқы, жоқ. Тыңдамайсың ба жамағатты? Шығып кет.
тыңдайсың ба? Тыныш қана отыр. Бұтыңды талтайып бүйтіп болады, кейбір бұтын талтайды отырып алады бүйтіп. Қабырғаға сүйкеніп алады, ауызы билля. Бір как будто Құдай сақтасын, баяғы советский түрмелердегі жаңа бір қаралардың понятиесіндегі жаңа блатной сияқты, ауызы билля. Тәкаппарлардың жүрісіндей. Мешітке келдің ондай қылмасайшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар мында, үлкен ұзын хадис. Баяғы ислада байнама нахну жулусун издахала алейна рожулун дейді пайғамбар. Бұл сахабалар. Біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында отырған кездер дейді. Қараңыз, сахаба айтып жатыр. Біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында отырған кездер дейді. Издахала алейна рожулун дейді сахабалар. Bir кезде бір кісі келіп келді. Ұзын хадис, ол келген кісі кім еді? Ол Жибрил алейхиссалам еді. Періштелердің ішіндегі ең ұлы періште. Ол келді де әлгі сахабаларға пайғамбар сұрақтар қоя отыр. Ең сонда Омардан сұрайды пайғамбар. "Я Омар, білдің бе мына кісі кім екен?" деді. Сол кезде Омар радиаллаху анху айтты: "Алла және оның елшісі білуші" деді. Ол Жибрил алейхиссалам. Ол келді не деді? Сендерге діндерін үйрету үшін дейді. Сонда әлгі Жибрил, қараңыз, Жибрил періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында тізерлеп отырды да. Бұлай отырған жоқ та, ауызы билля. Типа качокпын деп, ауызы билля, Құдай сақтасын. Ол ондай нәрсеңді оны жәкілік істер екенбіз. Бұл мешітте қылма сен. Мешітке келдің ба, нәпсіңді сындыр деймін әр уақытта айтам. Тәкаппарлығыңды бас. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қараңыздар. Сүйікті пайғамбар, барлығы кешірілген пайғамбар, Алланың қалауымен дейді, қысса кітаптарына кетеді, тафсир кітаптарында, хадис кітаптарында. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккені фатих қылған кездер дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям солай бүйтіп шүкір қылып жылағандығы соншалық дейді. Мына иігі төсіне тиіп тұрған екен дейді де, басына бүйтіп тұрған. Құдай сақтасын, қазіргі мұсылмандар бар, оларға шамалына қалсаң, мына төсі иігі көтерілген кездері білмей, мына 7-ші қабат аспанға жетеді деп ал. Саха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басын бүйтіп иіп отырып тұрып, жылап отырып дұға қылды да, субханалла. Қазіргі тәкаппарлар шалқаяды, прям шалқайғанда соншалық төсінен бір-ақ ұрғың келеді, астағфирулла. Сол себепті құрметті жамағат, елде тәртіпсіздік болмайтын десек, елдік бүлік болмасын десек, дін саласында істеп жүрген ұстаздардың, басқа да діни қызметкерлердің, имамдардың айтқан уағыздарына құлақ салып тыңдайық. Өйткені діни алауыздық, оны ешқандай нәрсе ұстап қоя алмайды, Құдай сақтасын. Кезінде терактағы қару-жарақ ұстап, полицейскілердің оғынан 5 жылғы сабақ болып, қабірсіз, номерсіз жегеленген бауырлар қаруға ұмтылды. Ақыр сонда Құдай сақтасын, бауырлары білмейді, туыстарды білмейді. Намаз оқыды, бірақ та олар қару ұстады. Сол себеп талайларға айтқанмын, Аллаға шүкір, айтып та жүрмін, иншалла болашақта айта беремін де. Аллаға шүкір талайларын тоқтатқанбыз. Тоқтатқанда ойлап қалмаңыздар, ұрып тоқтатты екен. Жоқ, физически тоқтатқан жоқпыз. Ол кісілермен сөйлесіп, диалог қыла отырып, әлгі бауырларымыздың қателігін айттым. Бауырым, сен намаз оқисың, жақсы, бірақ сен мына бір нәрсе келгенде бір 2 аятың бар екен, 4 хадисің бар екен, болды. Сен бүкіл шариғатты алдында бір тығып жібердің да, бір сондай узкий колея қылды. Ол бірінші күні әлгі бауыр, жаңа мұсылман бауыр, ассаламу алейкум, амандасасың енді. Ол алды да бүйтіп талтайып тұрып, уағалейк деді. Жақсы дедім. Сөйтіп алды да сол аяздың кезінде, Аллаға шүкір, 3 сағат аяғым қатып тұрып, Аллах тағаланың қалауымен аят баса хадистердің бәрін айтып, келесі күні күліп тұрып, уағалейкум ассалам деп амандасты да. Бірақ оның үстіндегі киімі енді, ол, біздер ол кездері 3000 теңгеге аяқ киім алғанға мәзбіз қараушы. Сол себепті құрметті жамағат, бүліктен сақ болу керекпіз. Бүлік, адамдар арасында бүлік қылатын адамдар қазірде де бар. Олар ұйықтап жатқан жоқ. Олар аккуратно спящий ячейка болып отыруы мүмкін. Олар сіздің қасыңызда көрші болуы мүмкін. Коллегаңыз болуы мүмкін, туысыңыз болуы мүмкін, жұмыстасыңыз болуы мүмкін, ағайыныңыз болуы мүмкін, құдаңыз болуы мүмкін, күйеу балаңыз болуы мүмкін. Қалай болғанда олардың бәріне сөзбенен айту керекпіз. Ей бауырым, жақсылықпен қоя қойсайшы деп. Жақсылықпен қоймасаң, жамандықпен қойдыратын адамдар бар деу керекпіз. Вақулу қаулі хазастафри ли вали аматил мусlimin субхана бихамдика ашхаду астағфирука ва атубу илейк. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين من الكفرة والملحدين يا الله تعالى әр уақытта біздердің жамағаттарымызда мұсылмандардың жамағаттарының арасында әр уақытта бірлікке
шақыратын іс болған кезде, бірлікке шақыратын іс шаралар болатын кезде соған бірлікке жинала алатын ықыласты, нағыз тақуа мұсылмандардың санын көбейткін. Біздердің арамыздан сапалы мұсылмандар көбірек шығарған. Біздердің арамызда жаман ниетпен, сасық ниетпен жүрген бауырларымыз болатын болса, оларды бізден алыс қылған. Алла тағала біздердің арамыздағы білімділерімізді, білімсіздерімізді осы Алла тағаланың білімділерін арттырғын, білімі барларды біліміне амал қылатын тақуа ғалым құлдарының қатарынан қылды. Саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммадин ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар.